Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте керемет, дәмі әдемі болып шығатын, әрі оңай, әрі тез дайын болатын салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына шейін қараңыз. Бізге керекті заттар: баклажан, 2 қияр, 1 қызанақ керек болады. Алдын ала мен баклажанымызды осылай кесіп алдым. Сосын қиярымызды ұсақтап турайтын боламыз. Қызанағымызды да дәл осылай турайтын боламыз. Мінекей біз турап алдық. Енді бізге 1 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқаға тұз салып араластыратын боламыз. Және де баклажанымызды жұмыртқаға сап алып, майға салып қызартып қуырып алатын боламыз. Баклажанды қуырып алдық. 5-10 минутқа суытып алатын боламыз. Баклажанымызды дәл қияр мен қызанақ секілді турап алатын боламыз. Мінекей біз баклажанымызды турап алдық. Енді бізге майонез керек болады. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз супер салат деп аталады. Әрі тез, әрі оңай. Жасап көрсеңіздер болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Егер де видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.